Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Жүсіп Злиха отбасы хрестоматиясының Жүсіптің түс жоруы бөлімін оқып бермекшімін. Жүсіптің түс жоруы. Мысыр елінің байлығы Мағриб патшасының көз құртына айналып, Мысырды жабуды жоспарлады. Әуелі 2 жансызын жіберіп, патшаның наубайшысы мен шарап құятын аяқшысын айналдырды. Олар патшаның ас ауқатына у қосып берсеңдер, үлдей мен бүлдеге орап, 7 ұрпағыңа жетерлік алтын береміз. Мынау алтын ала сыйақыларың, деді де, алтын толы 2 сандықтың бетін ашты. Наубайшы алтынды көріп, есінен танып, келіскен сыңай танытты. Аяқшы ойланып толғануға 3 күн мұрсат сұрады. Үйіне келген соң аяқшыны ар-ожданы мазалап, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмады. Патша оған қызмет беріп, өзіне жақын тартты, ең сенімдегі серігі айналды. Мейірімін төгіп қамқор болды. Қожасына опасыздық жасауға қалай қолы барады? Бұлай болмайды. Бір малай өлсе, оның орнын жұмыр басты жан басар. Ханымыз өлсе, бүлік шығып, елдің іші қан басар. Патшаға дереу ескерту керек деп бекіді. Ертесіне патшаға бар сырды жайып салды. Патша шошып кетті. Нөкерлер наубайшыны дереу алдыртып екеуін беттестірді. Наубайшы сөзінен танып шыға келді. Ол, мен емес, мынау қосып беруге келіскен болу керек деп тайқып шыға келді. Раян патша ашуға бой алдырып, кімнің ақ, кімнің қара екенін айырып жатқысы келмеді. Ол ызаға булығып, әзиз, сен не дейсің? Опасыздар қандай жазаға лайық? Басын шауып, шаһардың кіреберіс қақпасына салбыратып асып қояйын ба? Әлде екеуін ат құйрығына байлап өлтірейін бе? Деді. Әзиз, уа патша ағзам, өлтіру оңай, тірілту мүмкін емес. Бәлкім олар бұдан да көп құпия білер. Жазықсыз кісіні өлтіріп, обалына қалмайық. Әзірге зынданда жата тұрсын. Істің мән жайын тергеп тексерейік, деді. Патша бұны мақұл көрді. Сонымен екеуі қапастан бір-ақ шықты. Аяқшының аты Бақылас, наубайшының аты Жүнен еді. Зындандағы тұтқындар бұл кезде басқа бір қызықты бастан кешіп жатыр еді. Олар не түс көрсе де дереу Жүсіпке жорытатын. Бір күні Бақылас, әй Жүсіп, мен бір түс көрдім, түсімде ғажап іс көрдім. Бір баудың ішінде отырмын. Жүзімдер балбырап пісіп тұр екен. Қолыма 3 түп жүзім алдым да, оларды сығып шырын шарбатын алтын кесеге құйдым. Сосын патшаға бердім. Патша ішіп еді, 2 беті нұрланып шыға келді, деді. Жүсіп, әй аяқшы, бағың бар екен, жүзің ақ екен, тәңірім саған жақ екен. 3 күннен кейін бостандыққа шығасың. Сені ілік таппайды, басыңды ешкім шаппайды. Мансабың асып, абыройың тасып, уәзір болып тағайындаласың, деді. О, Жүсіпжан, аузыңа май, астың атай, айтқаның келсін жігітім, деп серпіліп сала берді. Ертесіне наубайшы да түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Түрі бұзылып, Жүсіпке жетіп келді. Өтірік байсалды кейіпті. Бүгін мен де түс көрдім. 3 тандыр нан пісіріппін. Бірі қызыл, бірі ақ, бірі сары. 3 нанды 3 ыдысқа салып, патшаға апара жатыр едім. Кенет құстар ұшып келіп, нанды талап әкетті, деді. Жүсіптің түрі бозарып, үнсіз отырып қалды. Қиын түс екен, жори алмайтын сияқтымын, деп оңай құтылмақшы болып еді. Наубайшы жалынып, айтпасына қоймады. Жүсіп, 3 күннен кейін сені де бұл жерден шығарады. Мінезің құбылмалы екен. Адамның ең асылы қиянатсыз ақпейіл, ең сиянкес жасығы тайғақ мінез 2 тіл деген. Патшаңа опасыздық қылыпсың, сол үшін сені дарға асып, денеңді ит құсқа жем қылады, деді. Наубайшы патшасын сатқан опасыз болатын, беті сазарып. Сені сынап қайтер екен десем, көрмеген түсте жорғалатып жори беретін жүйрік екенсің, деп қарқылдап күлген болды. Жарайды, ертең тағдырың белгілі болады. Құтылып жатсаң армансыз күлерсің, деді Жүсіп.
Жүсіптің айтқаны айдай келді. 3 күннен кейін екеуін алып кетті. Наубайшының қылмысы ашылды. Ол дереу дарға тартты да оны денесін ит құсқа тастады. Ал аяқшы абырой асқақтап лауазымды уәзірге айналды. Зынданда жатқанда Жүсіп аяқшыға бір істі аманат етіп еді. Азаттыққа шығып жаңа қызметке жайғасқан соң жазықсыз жатқанымды патшаға жеткіз, мені шығарсын деген еді. Бірақ аяқшы бақыттан басы айналып Жүсіптің өтінішін ұмытып кетті. Сол кезде Жебірейіл періште Жүсіптің алдынан табылды. «Әй Жүсіп, сені кім жаратты?» деді ол нығыз пішінде. «Ұлық Алла», деді Жүсіп не болғанын ұқпай. «Ағаларыңның қастығынан, құдықтың азабынан, әпілақтың мазағынан, Зылиханың тұзағынан, қатындардың шатағынан сені кім құтқарды? Саған кім пана болды?» «Раббым Алла», деді Жүсіп. «Олай болса, не үшін аяқшыны араша қылып патшадан пана сұрадың?» «Алладан емес, адамнан пана сұрағаның үшін зынданда тағы 6 жыл жатасың», деді. Жүсіп шалыс кеткенін ұқты да тағдырына тағы да мойынсұнды. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын естігіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк басып, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.